Енді құрметті әріптестер, осы Qualtest 2026 ақпандағы 31-ші есептен бастайық, иә? Біз 31-ші есебінен бастайық. 31-ге дейін талқылап қойдық, 31-ші есебін көретін боламыз. Ендеше 31-ші есебін бастайын. 31-ші есеп мынандай дейді. Сіздерде берілісі бар деген сенімдемін. Епат x тең x квадрат алынған 4x қосылған 3. Қосылған функциясының графигіне 2-де -5 нүктесі арқылы жүргізілген жанама бұрыш коэффициентін тап дейді. Мынау бойында жатпайды. 2 квадрат 4, 8 болмай, иә, 2 квадрат 8, 8 жасақ. Мынау бөлек жатқан график. Мына мысалы парабола болса, мына жақта бөлек жатқан график дейді. Мынау нүкте бар дейді. Осы жерде бөлек жатқан бір нүкте бар дейді. Ол м-да 2-де -5 нүктесі екен. Осыған жанама жүргізген дейді. Былай кеткен, мына жақта да былай кеткенде бір жанама болуы мүмкін. Былай. Сондай жанамалар жүрген осы бұрыштық коэффициенттерінің дейді қай аралықта жататын тап дейді. Бұрыштық коэффициенттің қай аралықта жатады. Мысалы оқып берейін. Функцияның графигі 2-де -5 нүктесі арқылы өтетін барлық жанамалардың бұрыштық коэффициенті жатқан аралық. Барлық жанамалардың бұрыштық коэффициенті жатқан аралық тап дейді. Ендеше онда бұның бір жанамасын табу керек. Жанама теңдеуді білесіздер. Жанама теңдеу епат x 0 қосылған туындысы x алынған x 0 деген мынау формуласы болған. X y-ге қойылмайды, қалғаны қойылады. Енді біз онда осы функцияны x 0 десе, мыналардың x орнына x 0-ді қоясыздар. x 0-дің квадраты дейміз, мыналардың орнына x 0-ді қоясыздар. x 0-дің квадраты алынған 4x 0 қосылған деп жатырмын ғой. Бірінші жеке-жеке қоямыз, құрметті оқырмандарым. Бірінші жеке қоясыздар. Міне, бұл былтырдағы осындай ұқсас секілген. Мынау 4x 0 қосылған 3 болады екен. Бірінші епат x 0-дің орнына қойдық. Екінші туындысының орнына қойдық. Мынаның туындысын білесіздер. Туындысы 2x 0, міне 2x 0 туындысы, мынаның туындысы 2x 0 алынған 4 дейміз. Не бірінші өзіне қойды, x 0-дерді өзіне қойып шықты. Мына функцияның туындысының орнына қойды. 2 алынған x 0 дейді, міне берілді. Ал ем нүктесі берілген, ем деген x, мынау y. Y-ді әкеп, мына y-дің орнына қойсам, міне y-ді әкеп, мына y-дің орнына қоямыз. Y қанша екен? -5 екен. x 0-дің квадраты алынған 4x 0 қосылған 3 дейміз. Қосылған 2x 0 алынған 4 өз жазылады. Мына x-дің орнына не қоямыз? Мына x дегеннің орнына 2-ні әкеп қоямыз. 2 алынған x 0 екен. Болды. Енді осы жерден дискриминант тексереміз. Болды. x 0-дің квадраты алынған 4x 0 қосылған 3 дейміз. Мынаны жеке-жеке көбейсек 4x 0 болады екен. Көрдіңіздер ме? 4x 0 алынған 4x 0. Міне екеуі 4x 0 алынған 2x 0-дің квадраты болады екен. Міне екеуі алынған 8 болады екен. Міне қосылған 4x 0 болады екен. Осы жерден дискриминант тексересіздер. Дискриминант тексеретін болсақ, міне бұл жерде 4x 0 мен мына 4x 0 қысқарады екен. x 0-дің квадраттарын есептеп алайыншы. Міне біреу 2x 0 -5 тұрсын, x 0-дің квадраты деп шығады. Не бір x 0 квадрат, не бір. Қосылған 4x 0 болады екен, алынған 8 екен. Бір жаққа өткізейікші. Мынаның алды минус екен, иә? Мына -x 0 қосылған. Енді бір оң жаққа өткізсек, x 0-дің квадраты алынған 4x 0 қосылған 3 тең 0 шығады екен. Сонда x 0 алынған, x 0-ді өсен жіктей салайық, алынған 3 пен x 0 алынған 1 шығады екен. Сонда x 0 тең 3 шықты, міне x 0 тең 1 шықты. Енді түсінікті ма? Енді бізге коэффициент тап десе, коэффициент деген не? Коэффициент дегеніміз берілген функцияның туындысы. Коэффициент дегеніміз мына берілген функцияның туындысы. Туындысы 2x 0 алынған 4. Енді туындысының орнына әкеп, осы 2 мәнді қоясыздар. Сонда 2 коэффициент шығады екен. Бірінші коэффициент тең, мен 3-ті қояйын. 2, 3, 6, 6-тан 4 тасам, 2 деген шығады екен. 1-ді қойсам, 1, 2, 2, k2 минус 2 шығады екен. Минус 2, 2. Енді бұл қай аралықта жатады дейді. Қай аралықта жатады десе, бұл қай есебін қайда кетіп қалды еміне? Минус 10 мен қане мынаның орнына 1-ді қойыншы. Туындысы 2x алынған 4 шығады. Дұрыс. 1-ді жерден 1 шыға ма? Дұрыс есептедік па? 1 тексересіз. 2-ін көйсе 4, 1 шығады. Қай аралықта жатады? Осы екеуі қайсының арасында жатады? Соны тауып аласыздар. Енді түсінікті болды деген мен сенімдемін. 1 тексер десеңіздер, тексере саламыз. X-ің орнына 2-ні қойдым. 2x алынған 4 болады. 2x 0 дұрыс. Мына 2x 0 квадрат болады. Мынау минус 8 болады. Мынау қосылған болып кетеді. 4x 0. Мұн жаққа өткізгенде x 0 болады. Мынау екеуі жойылды. 4x 0 қалды. Минус 8 қалды. Мына жерде 3 бар екен ғой. Кешірім сұраймын. Мына жерде 3 бар екен ғой. Вот, кешірім сұраймын. Мына жерде 3 бар екен. Қараңыздаршы, мына жерде 3 бар екен. Ренжімеңіздер.
3-ке 8 болатын болса, міне 3 бар екен, мынау минус 5 болады екен. Ренжімеңіздерші. Мына жерде минус 5 болады екен. Міне 3 қалып қапты ғой. Кешірім сұраймыз. Онда мына жерден бастап бәрі қате дегенсіз ғой. Мына жерден бастап бәрі қате болып қалды. Кешірім сұраймыз. Тура жолын түсіндіңіздер ғой, кешірім сұраймыз. Мына жерде коэффициентті қазір осылай табамыз. Минус 5-ге 3 қалып қапты ғой. Асығыста шығарсақ осы. Оң жақты өтсек x0-дің квадраты алынған 4x0 болады екен. Оң жаққа өткізсек алынған 4x0 тең 0 екен. Сонда x0 жақшан сырына шығарсақ x0 алынған 4 тең 0. x0 тең 0 екен, x0 тең 4 екен. Енді осыны әкелеміз да, мына жаңағы айтқандай орнына қоя салса, қанша шығады? 0-ді қойсам минус 4 шығады екен. 4-ті қойсам 2, 4, 8, 4-ті қойсам 2, 8, 4 шығады екен. 4-те минус 4. Сонда жауабы қандай екен? Қай аралықта жатады деген екен. Онда бізде былай жауап бар екен. Минус 10-нан минус 3 аралығында жатады дейді. Минус 4 кіреді, дұрыс. Сосын қай аралықта жатады? 2-ден шексіздік аралығында жатады дейді. 4 2-ден шексіздікке кіреді ғой. Міне жауап шықты. Келесі есептерге өтейік. 32-ші есебіміз. Бір таңбадан қателессеңіздер бәрі қате болып кетеді. ПАБС-ды дұрыс төртбұрышты пирамиданың дұрыс табан қабырғасы А сантиметр дейді. Табан қабырғасы А сантиметр. ПАБС-ды төртбұрыш пирамида табан қабырғасы А сантиметр. Бүйір қабырғасы 2А болса, ПС мен ПД қырларының арасындағы бұрыштың косинусын тап дейді. Көрейік. Бізде дұрыс берілген екен. Дұрыс төртбұрышты пирамида беріліпті. Былай дейікші, міне дұрыс төртбұрышты пирамида А, Б, С, Д екен. Мына жерде П нүктесі болатын болса, П нүктеден әрбір қабырғаға дейін ғана дұрыс дегенден осылай табаны дұрыс. Бүйір қабырғасы бізде 2А дейді. Мынау П екен. Табаны А дейді. Ал енді бізге қай жердегі бұрыш бұрышын тап дейді. Қазір қарайық. ПС мен БД. ПС деген қайсы? Маркермен бояп қояйық. ПС деген мынау екен. ПС мен ПС қабырғасы мен БД арасындағы бұрыш дейді. Қазір көрсетейік. БД арасындағы бұрыш. БД дегеніміз мынау екен. БД арасындағы бұрыш. Міне БД. Екеуінің арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Бұл екеуінің арасындағы бұрыш бізде бұрыштың косинусын табыңыз дейді. ПАБС-ды дұрыс төртбұрышты пирамиданың дұрыс табан. Табан қабырғасы А, бүйір қабырғасы 2А. Бүйір қабырғасы 2А. Енді арасындағы бұрышты табыңыз дейді. ПС мен БД. Енді қарайықшы, бұл жерді тұтастырайық. Сонда бұл дұрыс болғанда бұл жер қанша жасайды? 90 градус жасайды. Осы бір есепте бір сөзінде бір қателіктер жоқ емес па, құрметті әріптестер? БД мен перпендикуляр проекцияланады ғой. БД мен тура осы дүздің бойында болады ғой. Мынау дұрыс дегендіктен 90 градус жасайды ғой. ПАБС дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы А, бүйір қабырғалары 2А дейді. Барлық бүйір қабырғалары 2А дейді. Сонда менің ойымда мына жерде тура келеді, тура бүйтіп қияды, тура келеді ғой мына түзу. Ешқандай тура диагоналға перпендикуляр болып кетеді ғой. Өйткені мына жазықтыққа, міне мына жазық 90 жасайды, биіктік жазықтыққа мына БД қандай? Жазықтыққа мына БД биіктікке перпендикуляр ғой, тура центрден түседі. Бүкіл қабырғасы 2А деп тұр. Онда альфа деген арасындағы бұрыш 90 градус деген талдау керекпіз ғой негізі. Осының сөзінде бір қателік бар ма екен? Артынан қарайық. Онда келесі өтейік. 33-ші есеп. 33-ші есеп. Z комплекс сандары дейді. Z комплекс саны 3, Z комплекс саны модасы 4 деп берілген. Теңсіздікті дейді. Теңсіздіктермен анықталған. Осы комплекс нүктелерден құраған фигураның аудан дейді. Ол мына екі фигура болып қалады ғой, ауданы болса жетпей белгілі болады екен. Былай. Мынау үлкен шеңбер болады, радиусы қанша болып кетеді? Үлкен шеңбердің радиусы 4 болады. Үлкен шеңбердің радиусы 4 болады. Енді кішкене шеңбер бар, тура центрмен ортасына кетеді, кішкентай шеңбер бар. Оның радиусы, кішкентай шеңбердің радиусы қанша болып кетеді? 3. Онда ортасында аудан тап деген сияқты, оның ортасында аудан комплекс сандар сызып көрсеңіздер шығады. Осылай қысқаша түсіндіре салайықшы. Үлкен шеңбердің ауданы бізде
пи р квадрат, ол 4-тің квадраты 16 пи шығады. Кішкене шеңбер к дейік, кішкене шеңбер үлкен шеңбер дейік. Кішкене шеңбердікі бізде 3-тің квадраты пи р квадрат қой, 3-тің квадраты 9 пи. Енді ала саласыздар, сонда 7 пи деген жауап болады екен. Келесі көтейік. 34-ші есеп. Түбір астында x қосылған 3. Көбейтеміз логарифм 3-тен 1. Негізін дұрыстап жазып алайық. Талқылап көрсетейін қазір сіздерге. Тағы да нұсқа болатын болса осылай жіберіңіздер, құрметті әріптестер, мен сіздерге талқылап көрсететін боламын. 3-тен 1 логарифм 3 негіздегі модуль ішінде x қосылған 1 жақша жабылады екен. Нөлге теңдесі нөлден кіші. Нөлге теңдесі теңдесін шешіңіз дейді. Енді қарайық, мынау әрқашан нөлден үлкен. Былай айтқанда, бұл жерде бізде анықталуысын қарастырбайықшы. Бірінші АО анықталуысын қарастырбайыншы. X қосылған 3 бізден бұл әрқашан оң, бұны қарастыру қажет жоқ. Нөлге тең немесе нөлден үлкен болуы керек. Екіншісі, мына модульге аламыз. Мына модульде тұрған зат бізде. Мысалы, айтайықшы, мына жерде логарифм 3 негіздегі модуль ішінде x қосылған 1 бізде нөлге тең немесе нөлден үлкен болуы шарт. Нөлден үлкен болуы шарт. Енді осы теңдік орнына екеуінің анықталуысына келуі керек. Енді бұл қиылысқан аламыз. Бірінші анықталуысы x неден үлкен, минус 3 үлкен шығады. Екіншісі, мына модуль әрқашан оң сан шығады. Тек қана x минус 1-ге тең болып қалмаса болды. 0 болып қалмаса болды. Қанша сан берсең, 2-ден 1 қойып, 1 минус 2 бәрінде оң сан шыға береді деген сөз анықталуысын қарастырдық. Анықталуысы қандай? Минус 3-тен минус 1-ге дейін. Минус 3-тен 1-ге дейін тек жақша болады. Сосын минус 1-ден шексіздікке дейін деген жауап болады деген болды. Ал енді мынау әрқашан оң сан. Онда осыны ғана шығара салады екенбіз. Шығаруды бастайық ендеше. 3-тен 1 дейміз. Логарифм 3 негіздегі x модуль ішінде x қосылған 1 0 дейміз. Сонда бұл жерде жазады екен, логарифм 3 негіздегі модуль ішінде x қосылған 1. 3-тен 1-дікі таңбасы қайтеді, 3-тен 1-дің 0 дәрежесі болады. 3-тен 1 0 дәрежесі болғанда таңба қайтеді, ауысады екен. Таңба бұлай ауысады, 0 болады. 3-тен 1 0 дәрежесі неге тең? 1-ге тең болады екен. Қазір керейік. 1-ге тең болады екен. 3-тен 1-дің 0 дәрежесі 0 ғой, мына жері 1 болады. 3-тен 1-дің 1 болады екен. Енді тағы шығарайық, 3-тің 1 дәрежесіне модуль ішінде x қосылған 1, 3-тің 1-есі 3-ге тең болады екен. 3-тің 1, бұл жерде бағыт өзгерді. Енді бұл модельді шешуді білесіздер. X қосылған 1 3-ге тең немесе 3-тен үлкен болады. Минус x минус 1-де 3-ге тең немесе 3-тен үлкен болады. Осы жерден бұл не болады? Бірігу болады. Бұл жерде не болады екен? Модульге қарағандықтан бұл жерде бірігу болады екен. Міне бірігу болады. Сонда бұл жерде шығарсақ, x 2-ге тең немесе 2-ден үлкен болады. Бұл жерде 1 жақ өтеді. 4 болады, x минус 4-тен кіші деген жауап шығады екен. Минус 4-тен кіші. Минус 4-ке тең немесе одан кіші деген жауап шығады екен. Түсінікті ма? Енді бізге бұл есептің не дейді? Теңсіздікті шешіңіз дейді. 2-ден шексіз деген бар. Мынау бізде минус 3-тен үлкен деген жауап тапты. Міне, енді екеуінің осы қиылысқан аламыз. Анықталуысы дейді. Минус 3-тен бастап дейді. Минус 3-тен бастаймыз. Минус 3-ті қоятын болсақ, мынау 0 болып кетеді. Минус 3-ті қойсақ, мына жерге минус 3-ті қоятын болсақ шығады екен. Минус 3-тен қара, мына жер минус 4-тен кіші деген шам екен. Қазір көре салайықшы. X қосылған 1, мынау жаққа 4 болады. Минус 4-ке тең немесе одан кіші деген шығу керек. Минус 3-ті қойсақ, бұл жер 0 шығады. Анықталуы болысы минус 3-ке тең немесе минус 4-ті ала алмаймыз. Минус 4-тен кіші дегенді ала алмаймыз. Минус 3-ті қойсақ та орындалады ғой. Минус 3-ті қойсақ та орындалады. Өйткені ол әрқашан оң сан ғой. Анықталуысы минус 3-ке тең немесе одан үлкен минус 1. Енді минус 3-тен бізде минус 1-ге дейін анықталуы болысы. Минус 1-ден шексіздікке дейін екен. Мынау бұл жерде сан қарсы қиылысқан біріккен болады. Мынау 2 болады, 2-ден үлкен. Енді мынау минус 4-тен кіші дейді.
минус 4-тен кішіні алу керек дейді. Өйткені мынау шықпай қалады деп тұр. Жауабын қарайық, міне. Анықталуымыз минус 3-тен минус 1-ге дейін, минус 1-ден шексіздікке дейін анықталуымыз. Енді бізде мынау минус 4-тен кішіні ал дейді, міне. Минус 4-тен кішіні ал дейді. Сосын 2-ге тең немесе 2-ден үлкенді ал дейді. Менің ойымда жауап не болады екен? 2-ден шексіздікке дейін деген жауап болады. 3-ті алмаймыз. Яғни кейбір жауаптар 3-ті алып қойыпты ғой. Себебін айта салайын. Минус 3 алсақ, мынау 0 болып кетеді, дұрыс. Минус 3 алса 0 болып кетеді ғой, дұрыс. Минус 3-тің өзін алуға болады екен. Анықталуысына да кейде қатты назар аудару керек. Себебі мынаның орнына минус 3-ті қоямын. Мынау оң сан болса бола берсін, қарайық. Минус 3-ті мен мынаның орнына қоям. 2 болады, 3-тен 2. Болды, мынау терістен шықса да бәрібір мынау 0 болып кетеді ғой. Жақсы, онда нені алады екенбіз? Минус 3-ті де қосып алады екенбіз. Орнына бір рет қойып көріңіздер. Сонда 2-ден шексіздік және минус 3 деген жауаптың өзі мына жерден шығып тұр. Түсінікті ғой, онда келесі деп көтейік.